Қайырлы күн. Самсаның рецебін ұсынамын. Ұйғырский самса дейді. Осындай міне сочный болып шықты. Видеоны соңына шейін көріңіздер. Бір килограмм ұн, оның үстіне 300 грамм маргарин, 2 столовый ложка осындай қаймақ қосамын. Менде бір жұмыртқа қалғаннан кейін бір жұмыртқа қостым. Осылай бір чайный ложка тұз, дрожжы, осылай қатты емей. Міне қаймақты осылай столовый ложкамен толтырып саламын. Осылайынан. Екеу салам қазір. Сонымен сары май 300 грамм, сливочный май қосамын. Міне менде бір жұмыртқа қалған, сол бір жұмыртқа қосам, негізі 2 жұмыртқа қосу керек. Осылай не қатты емес, не жұмсақ емес, осылай орташа қылып иледік. Біраз тындырып қоямын. Міне осылайынан жайдым. Міне екіншісін жайып жатырмын мен. Осылайынан жайып, орталарына сливочный майға нетем жағамын. Осы екіншісін жайып бастап жатқанда сливочный майымды ертіп, бірінші жайғаннан осылайынан жағып қойдым. Міне осылайынан. Жаңағы екі нан жайманы осылай біріншісіне біріне қостым да, тағы сары май жағып осылайынан айналдырып қойдым. Мына осылайынан айналдырып қоямыз. Морозилкаға да қойып сақтауға болады. Мына орап болды, осылайынан салафанда сақтаймыз. Міне осылайынан кесіп алдық. 20 штук шықты менде. Осылайынан жайып, ортасына салмасын саламыз. Салмасында менде фарш, тартылған ет. Тартылған етке кубиктап картошка турадым. 1 килограмм тартылған етке мен пияз 4 штук, орташа, қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес. Содан картошка 3-4 штук үлкен-үлкеннен. Бәрін 4 бұрыштық турап, дәміне қарай тұз бұрыш қосып, міне осылайынан істейміз. Осылайынан істейміз. Енді менікі қатты әдемі болмайды. Қолымнан келгенше осылай істеп жатырмын. Әдемі шықты. Жұмыртқаны сарысына бөлін еткен жоқпын. Сарысымен араластырып, осылайынан жағып жатырмын. Міне осылайынан шықты. Бетіне күнжут нелер себуге болады. Өздерің қалаушысына видеоны соңына шейін көріп, етеріңізге рахмет. Міне өте керемет башыдыңыз. Сочный керемет башыды. Видеоны соңына шейін қарағаныңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Келесі видеоға қош сау болыңыздар.